Бүгін біз осындай еркін тақырыпта сурет салып боламыз. Мен бірінші қағазға, яғни осылай қыздың бейнесін салып алдым. Осы қиып алғанымызды біз бірінші екінші қағазға былай жабыстырамыз. Және осындай скотчпен былай қыстырып қоямыз, былай түсіп кетпес үшін. Желіде танымал жұлдыздардың суретін салып, миллиондаған жанарды жаулаған жанның бірі Рауаш Жарылқасын. Ол сурет салудан бөлек, керексіз заттарды пайдаға жаратып, түрлі заттар жасай алады. Танымалдылығын арттыру үшін туындыларын желіге сала бастаған. Көп күттірмей оқырмандары көбейіп, өнеріне деген қызығушылық артты. Өнер адамдарында қыздың суретін салған, шабыттандырады. Мен де сондай көп салған суреттерім әйелдің жанында салған. Әйел суреттерін көп салған. Рауаш суретті тек қағазға емес, қалбырға, тіпті бор мен жерге де салады. Сондықтан үйінен табылған, көшеден тауып алған қаңылтыр бөтелкелердің барлығы пайдасына жарайды. Асфальтке салатын суреттері тіпті ерекше. Реалистік дүниелерден аумайды. Достар, бұл менің асфальтқа бірінші рет салуым қалай шықты? Алматылық суретшінің жасы 21-де. Бастапқыда бетімдегі кемістігімнен ұялдым дейді ол. Бірақ қазір қоянерім болып туғанын кемшілігі емес, өзіндік ерекшелігі деп санайды. Рауаш деген менің еліме арнап, еліне тез жазылып кетсін, операция болып, еліне жазылып кетсін, дамып кетсін деп мағынада Рауаш деп атымды осылай қойды. Мен негізі суреттік 7-8 жасымнан бастадым суретке. Өйткені мен кішкентай кезімде үйінің қасында көшеде болмайды, шын айтсам. Ойнап бала, интернет, телефон да болмайды. Ішім бұзып, есілерін білмей, мен тәтем бар, туған тәтем. Соның мектептегі жаман парақтарына, арттарына, ручкадан сурет салып бастадым. Былтыр жас түлек атанған қылқалам шебері шекті бал жетпей оқуға түсе алмаған. Қуанышқа орай күні кеше Абай атындағы педагогикалық университетіне бейнелеу өнері кескіндемеші мамандығына грантқа түсіп, студент атанды. Әйгілі кескіндемеші Әбілхан Қастеевті үлгі тұтатын суретші болашақта мықты маман болып, жеке көрмесін өткізгісі келеді.